Бауырым. Жергілікті ағалар сөйлеп отыр, бізде жақыннан келдік, 7000 шақырым Семейден. Айтарымыз жаңа партия деп бөлінбек деп бір-біріміздің аузымызға қақпақ болғандай болып қалып қой. Жалпы шерағамыз айтады, біз алапат мұхитпыз дейді. Сол мұхитқа ешкім тосқауыл боламай, егер ол арнасынан тасыса, бұл билікке айтылған сөз. Қазір әр қайсымыз біреу бір партия, біреу басқа ұйымнан арна болып қосылып жиналып жатырмыз. Мен соған қуанам. Әділдік бізді біріктіріп жатыр, шындық бізді біріктіріп жатыр. Сондықтан да бір-бірімізді түсінікпен қарап, мен өзім көше партиясы дейміз. Өйткені не нәрсе алаңда шешіледі, не нәрсе талап еткеннен шешіледі. Айтамыз ғой, әрекет қанақ берекет береді. Кім болсын, осылай жиналып әрекет етіп, талап қойып жатқанда мен дән ризамын. Бізді шындық қана құтқарады қазақ халқын. Бейжайлықты қойыңыздар, бір-біріңізді қаралауды да қойыңыздар. Ахмет Байтұрсын атылып кетті ғой. Өйткені қазақ ол кезде ауызбіршілік болмады. Сен қазақты қырғыз едік қой, қазақ дедің деді. Тілді қайдан алып келдің деді. Қазақ тілінің бүкіл басынан аяқ қалыптастырған біздің бірден бір ғалымымыз ол. Ол кісі айтады, мені ұрғаны, соққаны жанымды қынжытпайды дейді. Абақтыға мейлі жапсын дейді. Маған ең қынжытатын нәрсесі өз қазағымның, өз ауылының иттері балағымнан тістегені дейді, балақты тапқаны. Сол үшін бір-бірімізді аяқтан тартпайық, шамшырақ болайық, қара халыққа заңды түсіндірейік. Жаңа айтып отырмыз, ол 20-20 бапта ашық көрсетілген. Біз өз ойымызды ашық айта аламыз. Яғни демократиялық мемлекет болған соң сөз бостандығы бар бізде. Әркім өз ойын айтсын, шындықты талап етейік бастысы. Әркім мұнда бұрмасын, менің партияме кел, менің меме келдік. Бізді осылай мүдде қорғасын. Қазақтың мүддесі. Жамбыл ағамыз заңсыз қамалып жатыр ма? Ешқайсымыз партияның мүддесімен келге жоқ шығармыз. Жамбылдың мүддесі. Бізге адам құнды. 6 баланың әкесі арамызға оралсын. Жанұяның асыраушысы өзінің қорғансыз, асыраусыз қалып қоймасын. Елімізде мына билік жанұяны ойрандап отыр. Мына билік 6 сәбидің болашағына балта шауып отыр. Оған кінәлі билік. Ана Рашид деген биліктің қызметкері ма? Арызды жазғанда сол. Өткенде айтып отыр ағайындары. Мен кешірім берем, босатам деп айтқан екен. Енді түсіндік қой, оған біздің билікке қысым жасады, анық ол. Өзі ілмекте тұрған азамат шығар бәлкім. Оғанда бір компромат қол қойды ма екен, білмейміз ғой. Біздің билік лас қой. Ақ адамды да қаралайды біздің билік, бәріміз білеміз. Егер олай болмаса, Арон Атабек қамалмаушы еді, Мұхтар Жакшев қамалмаушы еді, Макс Боқай қамалмаушы еді. Мұна жұмыссыздықтың мәселесін көтерген жерлестеріңіз Ержан Елшібаев қамалмаушы еді. Біз мұнда не үшін келдік? Анау Семейден келдік, Шымкенттен келдік, Оралдан келдік, Бейнеу, Атырау, тағы Алматы, Өскемен, әр қаладан келіп отырмыз. Егер біздің басшымыз әділ болса, әділ сот болса, өзінің қоғам белсендісін қорламай, оны қамамай, қорғайтын, қастерлейтін болса, әділ сот болатын болса, біз мұнда келеміз бе? Әділетсіздіктің кесірінен келіп отырмыз біз. Әділдікті талап етіп отырмыз. Төбемізде байрағымыз бар болса да бізге шындық жетіспей жатыр. Басшылардың араны ашынғандықтан халықтың пейіліне жұмсалу керек, ақшаны да жұмсап жатыр. Назарбаев айтты ғой. Айтқанда да ол нақты айтпайды. 2016 дейді. Сол әрі қарай кетеді. 2017, 2018, 2019, 2020-да бәрі бізде жақсы болады. Егер сол 2020 келді қазір, екінші айы басталды міне. Егер 2020-да барлық жақсы болса, әлеуметтік министр Бердібек Сапарбаев әр балаға 21 мыңды аяп қалмаушы еді. Олардың жүйесі жоқ. Бізді жүйесізді құртып жатыр. Тағы да шерағамыз айтады, демократиядан қорықпаңыздар. Демократия жүгенсіздік емес, бостандық жүйесіздік емес. Әр қайсы тәртіп керек бізге. Билікте тәртіп жоқ. Тәртіпті біз орнатайық, халық орнатайық. Қазақ айтады, ел аузы дуалы дейді. Осы халықтың арасынан шығу керек басшы деген. Өзіміз сайылайық, өзіміз күш болайықшы. Демократия жалпы халық билігі, яғни билік халықтың қолында болу керек. Кезінде Абылайымды айтты, жерді сұрап дегенде, жердің иесі халық деп айтқан болатын. Қазбек биді айтады. Біздер тек шындық құтқарып, шындықты айтпайық, ағайын. Құр отырмаңыздар, алаңдарға шығыңыздар. Ол да біздің заңымызбен көрсетілген 32-ші бап. Ешқандай қарусыз бейбіт жиын жасай аламыз. Мұнда қару бар ма? Жоқ. Барлығы бейбіт халық, барлығы заңды. Мұна полиция қызметкерлері бізді ешқандай дақпен жаба алмайсыздар.
Егер бізге тас атсаңыздар, тас бізге тимей қалуы мүмкін, бірақ қолдарында сол тастан қалған дақ өздеріңде қалады. Ертең сұмдық келеді, өздерің тергелетін боласыңдар. Дұрыс айтасың. Мен тұрған орында өздерің боласыңдар, ана сотта бар ғой. Әділдік Бауыржан Момышұлы айтады, қайсар рухты батырымыз, иә. Ақиқат дейді, бәлкім кешігіп келер, бірақ түбі орнайды дейді. Ол ақиқат қой өйткені. Бәрібір келеді ақиқат. Біреудің мүддесі, бір отбасының мүддесін қорғамақ қойық мына қызметкерлер. Әні, қараңыздаршы. Төбеден тұрып түсіріп жатыр. Мына ауланың ішінде тұрды. Саған айтады. Ол бізге жасалған қысым деп білеміз. Өйткені біз бейбіт қалыппыз ғой. Біздің ниетіміз ақ. Мына кісілерден біз әбден қорқып қалғанбыз. Неге қорқамыз? 2011-де Жаңаөзенде халықты кім атты? Сириядан кеп террористерге батты ма? Бомбы тастап кетті ма? Американ кеп? Пентагоннан бомбы жіберді ма? Не болды? Халық кім қырды? Өзіміздің мемлекет қызметкерлерін қарапайым қара халыққа 7 ай бойы білімділігімен ешқандай бүлікшілікке бармай талап етті ғой. Олар арандатқан жоқ, бейбіт түрде тұрды. Аштық жариялады. Күннің қақаған ыстығында халыққа жан ашып, су әкеп беріп, мәселесін шешкеннің орнына арандатушылар кіргізіп, халықты атқанын мен анық білем. Тірі болсам соны міндет түрде халық болып, Жаңаөзен халық болып, барлығымыз комиссия құрып болып, міндет түрде ашылатын дүние. Өйткені ол ақиқат, біздің жүрегіміз қалайды. Кейбірлер әкесінен айырылды, ұлынан айырылды, шешесінен, анасынан айырылды. Неге біз азаттықта бейбіт күнде әлі де бір ана өгей үкіметтің қол астында жүргендей жүрміз? Неге біз баламызға 21 мыңды әлемде біз ғана жүрген шығармыз шындықты сұрап? Бүкіл ел дамып, ғылымы дамып, өздерінің өнімі бар. Жаңа ағамыз айтқандай, біздің іш киімді де шығарып, Қазақстанды қамтамасыз ете алмайды мына заман. Қазір менің алаңдайтыным қарызға батырды. Біздегі тұрақтылық, қарызға алған тұрақтылық ағайын. 150 дейді, 168 миллиард доллар дейді. Оның қайтарымы қалай? Немен қайтарамыз? Соны ойлайықшы ағайын. Тәжікстан қайтарамай жерінен айырылған жоқ па? Жер біздің соңғы тұрағымыз, бабаларымыздың сүйегі жатқан жер. Оның үстінен Алихан айтады, жүрген қойдың жүнінен тұтылған киім бізге киім болу керек. Тастан жасалған түймеміз түйме болып қадалу керек. Барлығы қазақтың пейіліне қазаққа берілу керек. Қазақ болғанда көп ұлтпыз дейді ғой. Негізін қалаушы, осы елді аманатсыз қалдырған біздің бабаларымыз. Көп ұлтпен, сыйластықпен біз өмір сүре аламыз. Бұл басқа ұлтты кемсіткен емес. Әйтсе де осы елдің төресі бізбіз. Әділдікті орнататын бізбіз. Өзімізге сенейік, білімізге сенейік. Күшіміз бірлікте. Ақиқатты айтайық, ақиқат бізді құтқарады. Күш бірлікте! Күш бірлікте! Күш бірлікте! Күш бірлікте! Күш бірлікте! Басқа айтатындар айтыңдар.